Жылдам хабарнама шұғыл дерек. Ассалаумағалейкум армағазақ, Астанада алғаш рет супер әже байқауы. Егер осы жаңалық сізді қызықтырып жатқан болса, онда арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, видеоролигімізді соңына дейін қарастырыңыз. Ал онда біз бастадық. Астанада алғаш рет супер әже байқауы өтеді. Конкурста 63 жастан 76 жасқа дейінгі 10 зейнеткер бақ сынады. Әжелер визит карточкалар, таланттар мен аспаздық шеберлер байқауында. Сондай-ақ Федели дефиле шоуына қатысты. Таланттар байқауында қатысушылар халық биін билеп, вокалдық шеберлігін көрсетіп, авторлық өлеңдерін айтты. Байқау қорытындысы бойынша 50 жылдық тәжірибесі бар мұғалім, ансамбль әншісі Күлпаш Қалдыбекова жеңімпаз атанды. Оған тәжбен 100 000 теңге сертификат табысталды. Жеңімпаз әже 76 жаста, 6 немересі бар. Облыстың ұйымдастырушылар менен қатысушылар осындай байқау үшін көп рахмет. Мен оларға жағымбыз, жеңімпазды таңдау қиын болғанын білемін. Біз бәріміз белсенді көңілді әйелдерміз. Мысалы, мен қазір ансамбльде ән айтамын. Би үйренмеймін, барамын. Мен барлық ата-әжені үйде отырмауға және өмір сүруге шақырамын, деді Күлпаш Қалдыбекова. Байқауға қатысқан барлық әжелер номинацияланды берілді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.